Өзбекстан Республикасы Қазақ мәдени орталығы атынан Қазақстан Республикасында 9 сәуір қазақ тілі белгіленгені бізді өте қуантырады. Сондықтан біздің осы челленджді жалғастыруға арнайы жолдау жіберген журналист, ақын ініміз Қуатбеков Ерболаттың міне жазған өлеңін естіп, біз Қазақстан елінің келешекте жас ұрпағы, жастары өз ана тілін, қазақ тілін қандай білетін маңызды, мазмұнды өлеңдерімен көрсетіп біледі. Сондықтан мен барша қазақстандықтарды қазақ тілі күнімен құттықтаймын. Сонымен қатар өз өлеңімді сол челлендждің эстафетін жалғастыруға міне ініміздің жолдауын жібергенімен арнайы өзімнің өлеңімді айтпақшымын. Індеттің бетін аулақ қыл елден, беті қайтсын деп қарғап тілдеген, ер азаматы бар самғап тілеген, дүйім халыққа арбақ тілеген. Айтылған сөзді арыма теңгер, нәубеті қайтар бағыма